бір мақтағызбен мысық бопты. Сосын мақтағыз іспірі алып жинайткен. Сосын ені жинап қойып мис домалады. Сосын ол мисті жеп қойды өзім. Мынау ойбай мысық келмейтін болды, өзім жеп қойсам болады деді. Бәрін жеп қойды, бәрін деп. Мақтағыз сосын сосын олар мысық келеді. Не yapsa kızım mақтағыз. Болды, ештеме. Айтпасам сен қатығын тасайын. Сосын? Сосын ол сүттін тасайды. Сосын соң күйеуін қасымен кесіп тастайды. Сосын ол жүкке сөзі мақтағыз. Мен күйеуіңді қайтап бес. Жоқ, мен сүтімді қайтап бес. Сен саған күйеуіңді берем дейді. Сосын ол шиырға барады. Шиыр маған сүт бесі дейді. Сосын ол маған жапырақ бер дейді. Жапырақ бер дейді. Сосын ол ағызға барып айтады. Я? Сосын ол жапырақ берші маған дейді. Жапырақ берші маған дейді. Жоқ, маған су әкелбесін. Жапырақ бер дейді. Сосын ол Қыздарға барады. Қыздар маған не деп айтады? Су берші дейді. Су берші дейді. Кімге? Қыздар не дейді оған? Маған сағыз берші дейді. Сосын ол мысық тысқанға айтады. Жоқ, магазинге барады. Магазинге барады. Сосын ол Сағыз сұрайды магазинге. сағыз сұрайды. Магазинчі оған не деп айтады? Маған жұмыртқа әкеп бер дейді. Сосын кімге барады? Торғайға. Тауыққа барады. Тауыққа. Тауық оған не бер дейді? Оған жұмыртқа бер дейді. Сосын маған Тауық не бер дейді? Жем. Жем бер дейді. Жемді кімнен алады мысық? Тысқандан. Үйіңде бар деп тішеді. Сосын ол жем бар дейді. Жем бар дейді. Сосын жемін алып кетеді, е? Жемін кімге әкеп береді? Торғайға. Тауыққа әкеп береді. Тауыққа әкеп. Тауық оған не береді? Жұмыртқа. Жұмыртқаны кімге апарады? Магазинге. Магазинге береді оған. Сағыз. Сосын сағызы кімге апарады? Қыздарға. Қыздар оған не береді? Су. Суды кімге апарып береді? Ағашқа. Ағаш не береді оған? Су береді. Ой. Оған ағаш жапырақ береді. Жапырақ кімге апарып береді? Сиырға. Сиыр оған не береді? Сүт. Сүтті кімге апарып береді? Мақтағызға. Мақтағыз не береді оған? Күйеуін. Сосын ол мақтағыз кесісі. Елмесен забай болма. Сосын оған нені жидатты деп. Сосын ұйықта қаттыңыз. Молодец. Ақылды екенсің сен.